да бермей қойған. Мінекей мен жасым 70-те. Менің әкемді қорғап алған, менің атамды қорғап алған ешкім болған жоқ. Атамыз да біздің бәрімізді оқытпай қойған. Орыстар атымызды да өзгертіп тастаған, фамилиямызды да өзгертіп тастаған. Және байға дегенде фамилиямызды әдейі өзіміз халық жауының немересі болғаным үшін күйеуімнің фамилиясын алдым. Міне мен 2 баламмен өмір сүріп келе жатырмын. Бірақ мынандай тағдырды, мынандай ақтап алған өмірді көргенім үшін мен де қуанамын. Қызыммен киноға Оян қазақ фильміне бардық. Өздеріңіз TikToktан көрген шығарсыздар бұл фильмге елдердің реакциясы қандай болып жатқанын. Шынымен де фильм керемет түсірілген. Жалпы фильмнің көргеннен кейін шынындегі бір патриоттық сезімің оянады. Шынымен де сол кездегі біздің еліміздің көрген қорлығын көріп, жүрегің қан жылайды. Фильм енді былайша айтқанда барлық жағынан керемет, сапасы жағынан да, режиссура жағынан да, актерлік шеберлігі туралы мен айтпай қояйын. Білмеймін, Оскар алатындай дәрежеде ойнады деуге болады. Түрмеде жүрсің, қысымызып, шіренбе маған. Мен қорқсам Құдайдан ғана қорқам. Ана демі бітіп, өліп бара жатқан мұңдас, қандас, бейшара бауырларының қарғысынан қорқам. Ал ол аянышты қолдар, махшарда сенің де жағаңнан алатын ұмытпа. Бірақ бүгін фильм өкінішке орай кинотеатрдан алынып тасталыпты, яғни прокат уақыты аяқталған екен. Кішкене ұзағырақ көрсетсе де болар еді. Енді Құдай бұйыртса осы кино сериал ретінде қайтадан шығады YouTube'ға. Сол кезде барлығымыз көріп, сол жерде просмотрды көбейтейік. Біз жаңа жоба түсіріп жатырмыз, бірақ әңгіме бұл туралы емес. TikTok'та ашып қалсам, барлық жерде Міржақып туралы, сол кино туралы біраз әңгіме болып, барлығы талқылап жатыр. Тарихты зерттеп, халықтың кішкене болса да бір көзі ашылған сияқты. Міне көрдіңіздер ма? Киноның күші деген осы. Киноның құдіреті деген осы. Сондықтан біз дұрыс кино түсіру керекпіз, сапалы кино түсіру керекпіз. Специалды жылда өтіріктен анау деп, мынау деп сапасыз кинолардың түсіріп атқан. Ондай болмау керек. Жоғары жақта отырған ағалар, айналайындар. Тарихи киноларға жақсы ақша бөліңіздер, жақсы сценаристер жалдаңыздар, жақсы киногерлер жасасын. Айналайын, жемеңдерші ол ақшаны. Одан бір жесеңдер соңында жеңдерші, в плане жақсылап түсіріп, сосын халықтың көңілінен шығып, жаңағы бокс-офис жақсы сборлар жинап, содан ақша табыңдаршы. Проектке дейін ақшаларды жемей. Дұрыс бизнес ретінде қарасақ. Мен қазір TikTok'та ашып қойдым. Біздің тарихқа халық қызыға бастады, және ол өте маңызды. Сондықтан басқа елдің тарихын білме демеймін, бірақ қазіргі кезде түріктің, Американың, Ресейдің тарихын көбісі біздің өз тарихымыздан артық біліп атады, және бұл өте қауіпті нәрсе. Өте қауіпті нәрсе. Достар, мен өзім Міржақып Оян қазақ киносын көрген жоқпын. Міндетті түрде ақша төлеп барам. Бұл менің үлесім болсын. Мен қуаныштымын. Оян қазақ фильмінен шықтық. Масқара эмоция. Көзге бір жас тауып болдық. Қазақтықтан ұялып жүрген, қазақша сөйлеуден ұялып жүрген қауым, қазақсымақтар келіп көрсеңіздер болады. Жүректеріңізде қандай да бір қазақтықтың бір бөлшегі қалса, мүмкін оянар. Сол. Кешегі Оян қазақ фильмі эмоционалдық түрде жақсы ұнады, картина жақсы қойылған, бірақ ұнамаған бір жайт бар, адамдардың оған деген таңғалысы. Элементарный дүниелер, мектеп бағдарламасындағы тарих кәдімгі, әдебиет. Бірақ соған ойбай деп енді көздер ашылып жатқанына таңғалдым. Сонда адамдар действительно ұйықтап қалған ба деп. Шынымен де анау сөз бар ғой,
Қазаққа ескірген кезде Абай ескіреді деп. Абай әлі ескірген жоқ қой, актуальный болып тұр. Жағымпаздық, көре алмаушылық, немқұрайлылық түбімізге жетеді. Шынымен де оянбасақ. Слушайте, полный зал, представляете, на фильм «Міржақып Оян Қазақ». Просто большое количество молодежи, практически не осталось, мест даже не было. Половина людей просто ушло, потому что не осталось билетов, не дотерпели этой очереди. Мына жақта қазақ тілді кинолардың барлығы 12-ге дейінгі сеанстарды алғанда, мына жақта орыс тілді кинолар 12-ден кейінгі сеанстарды алған. Бұл яғни қазақ тілінің мәртебесінің көтерілгені деп білуге болады, шүкір Аллаға.